Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет творожный рогаликтерді жасайтын боламыз. Ал сіздер менің видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл творожный рогаликтеріміз өте тез жасалады және де жұмсақ, дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларға да өте қатты ұнайды. Ал ендеше өзімізге керекті заттарымыздың бәрін дайындап алайық. Бізге керегі творог, сары май, ұн, ас содасы, шекер, жұмыртқа. Сары майымыз жұмсақ болғаны жақсы. Мен кішкене сәл ғана жұмсартып ертіп алдым. Сары май мен творогымызды екеуін бірге венчикпен үстінен жаңағыдай мен езгілеп тұрып бір араластырып алдым. Содан кейін оның үстіне жұмыртқаны салып, ары қарай лопаткаменен араластыратын боламыз. Араластырған кезде жақсылап мән беріп араластырыңыздар, біріктіріп барлығын. Жұмыртқадан кейін шекерімізді салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осындай біркелкі болды. Енді бөлек ыдыста ұн мен ас содамызды араластырып аламыз. Сөйтеміз да оны да дайын массамыздың үстіне салып, бірінші кішкене лопаткамен біріктіріп, одан кейін қолымызбен әдемілеп, илеп қамыр жасаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады, қолға кішкене жабысқақтау болады, ол ештеңе етпейді. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп алдым мен. Сөйтеміз да бір 5-10 минутқа бетін жауып қалдырып қоямыз. 5-10 минуттан кейін алып қамырымызды әдемілеп домалақтап жаямыз, кішкентай ғана етіп. Міне жайылған қамырымызды 8 бөлікке бөліп аламыз. 8 бөлікке бөлгеннен кейін үстінен осы тұрсында қант сеуіп шығамыз. Мен қант өте көп сепкен жоқпын, өз қалауларыңызша себуге болады. Қантты сеуіп алғаннан кейін үш бұрыштарымызды алып, рогалик етіп орап шығамыз. Оралған рогаликтерімізді листке пергамент қағазын төсеп, соның үстіне рогаликтерді бетінен қантқа батырып, пергаменттің үстіне қойып, барлығын пісіріп аламыз. Мен 180 градуста 20-30 минутта пісірдім. Сіз өз печкаңыздың температурасына қараңыздар. Сонымен біздің рогаликтеріміз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тез жасалады және өте дәмді. Менің арнама тіркеліп, пікір жазып, лүпіл басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда басқа да көптеген видеоларды таба аласыздар. Мен сіздерді өз арнамда күтемін. Рахмет.